Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне арнап капустадан лечо салатын жасайтын боламын. Бұл салатымыз осындай керемет әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен банкамызбен қақпағын 5-7 минут көлемінде парлап аламыз. Қажет заттардың барлығын осылай жуып тазалап дайындап алдым, ал қызанақты ет тартқыштан өткеріп алдым. Бізге 6% уксус, қара бұрыш, лавр жапырақтары қажет болады. Енді салатымызды бастаймыз. Алдымен бұрыштарды осындай қылып турап алыңыздар. Мен көк қызыл бұрышты араластырып алдым. Егер де менің каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта осындай рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Одан соң сәбізімізді осындай теркадан өткеріп аламыз. Капустаны да дәл осылай бөліктерге бөліп аламыз. Осылай турап алыңыздар. Майда қылып турасаңыздар, капустаңыз лечо салатымызда езіліп кетеді. Пиязымызды күнделікті тамаққа турағанда етіп турап алсаңыздар болады. Мен осылай турап алдым. Салатымызға ащы бұрыштың біреуін ғана турап жатырмын. Сіздер қалағаныңызша қоссаңыздар болады. Одан соң сарымсақты да осылай майдалап турап аламыз. Аскөктен де қалаған аскөңізді қоссаңыз болады. Мен укроп пен петрушка қостым. Енді қазанымызға 250-300 грамдай сұйық майды құйып, қызғаннан соң пиязымызды салып, сарғайғанша қуырып аламыз. Одан соң капустаны салып, 5-7 минут көлемінде қуырып алыңыздар. Мінекей капустамыздың көлемі біршама басылғаннан соң сәбіз бен болгар бұрышын саламыз. Жақсылап араластырып болған соң, бұны да 5 минутқа қуырып қойыңыздар. Осы кезде тұзын саламыз. Мен 2 ас қасық толтырып тұз салдым. Дәл осы кезде ащы бұрышты да салып жібереміз. Мінекей 7 минуттай қуырып алдым. Енді қызанағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз толық қайнады. Енді 3 ас қасық толтырып қант саламыз. Қалауыңызша 3-4 дана лавр жапырағы, тағы да 10 шақты дана қара бұрышты салсаңыздар болады. Салатымызға өте ерекше дәм береді. Енді 45 минут көлемінде қайнататын боламыз. Одан соң сарымсақ пен аскөкті салып, жақсылап араластырамыз. Осы кезде 2 ас қасық 6% уксусты құйып жіберіңіздер. Енді бұл салатты 15 минут көлемінде тағы да қайнататын боламыз. Сонымен барлығын қосқанда 1 сағатта салатымыз дайын болады. Парланған банкаларымызға ыстықтай күйінде салатты құйып аламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар 5,5 литр салат шығады. Қақпағын жауып, арнайы банка жапқышпен жауып тастаңыздар. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Осындай керемет салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, өте әдемі шықты. Енді банкаларымызды осылай төңкеріп,
бетін одеялмен жауып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.